Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бүгін осындай керемет салат жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Керек заттарды описанияға жазып қоямын. Ең алдымен біз етімізді, тауықтың етін турап, өсіп салымға қылып, маринадтап қоямыз. Чеснок, қызыл бұрыш, тұз, сою соус және крахмалды салып, сұйық құямыз да бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ол маринадталып болғанша біз көкөністерімізді турайтын боламыз. Бізге керек міне полкорки, қияр, чери помидор және осындай ашляву деген фунчузаның бір түрі. Магазиндерде сатылады, любой магазинде. Бұрыштарымызды салымға турап аламыз. Етімізді қуырып алдық. Жақсылап пісіп қалған кезде мына бұрышымызбен қиярымызды салып 2-3 минут қана қуырамыз, көп қуырмаймыз. Астын өшіріп қоямыз сосын. Соның несімен өзі піседі бұрыштарымыз. Чили помидорды осылай қиқашынан тураймыз сәндеп. Тестамыз міне суда қайнап жатыр. 7-8 минут қайнатамыз, тұз салып. Міне подливке тестамызды араластырып, кинза мен чили помидорды салып араластырамыз. Тұзы кемірек болса, тұз салсаңыздар болады. Бұл ашты салатқа жатады. Менің жасаған порциям 10 адамға жетеді. Дәмді салат жасап көріңіз, бетіне күнжіт сеуіп сәндесеңіз болады. Ас болсын, сізге ұнайды деген ойдамын.